Армения премьер-министрі Никол Пашинян елімізге келе салып желіні шулатты. Пашинян Инстаграм аккаунтында қысқа бейнеролик жариялаған. Онда Астананың көрінісінен басталып, соңында қолымен жүрек көрсетеді. Ал видео постқа қазақ әншісі Баян Сұлудың «Ауа райы» атты композициясын пайдаланған. Пашинянның бұл әрекеті жағымды вайб алғаны туралы жарыса жазылды. Тіпті әлеуметтік желіні қолданушылар Пашинян стайл деп оның салған постын қайталап жатыр. Не керек, Армения премьері әлеуметтік желіде белсенді екенін көрсетті. Ал Пашинянның елімізге сапарының ресми тұсына өтсек, Ақорда қадірлі қонағына дәстүрлі қарсы алу құрметін көрсетті. Көк кілем, құрметті қарауыл ротасының оркестрі, қонақты тізіле қарсы алып тұрған қазақ армян делегациясы. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Армения премьері Никол Пашинян үкімет мүшелерімен қол алысып танысып болған соң, екі елдің әнұран ойналды. Одан ары Тоқаев пен Пашинян келіссөз жүргізді. Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев армян үкімет басшысының Қазақстанға алғашқы сапары екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті дамытуға тың серпін беретініне тоқталды. Аса құрметті Никол Иванович, Қазақстанға қош келдіңіз деп тағы да айтқым келеді. Сіздің сапарыңыз өте маңызды. Екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік деңгейдегі қарым-қатынасымызға үлкен серпін береді деп сенеміз. Бұл сіздің Қазақстанға алғашқы сапарыңыз. Шын мәнінде қазақ халқы Армения халқына, тарихыңызға, салт дәстүріне, мәдениетіне үлкен сыйластықпен қарайды. Сапарыңыз барысында бір қатар маңызды келісімге қол қойылады. Сондықтан қош келдіңіз деп тағы да айтқым келеді. Өз кезегінде армян премьері екі ел ынтымақтастығының жаңа кезеңі Тоқаевтың өткен жылғы Ереванға сапарынан басталғанын айтты. Сондай-ақ ол Қазақстан Армения арасындағы бизнес серіктестікті қайта жаңғырту керектігін алға тартты. Бұл шын мәнінде қарым-қатынасымызды стратегиялық серіктестік деңгейіне дейін көтеруге мүмкіндік беретін бірден бір сапар. Сапар аясында саяси диалогқа, сауда-экономикалық байланыстарға, гуманитарлық қарым-қатынастарға да тың серпін беруге мол мүмкіндік бар. Мұнан бөлек екі ел арасындағы үкіметаралық комиссия жұмысын қайта жандандыру керек. Елдеріміз арасындағы бизнес серіктестікті қайта жандандырғанымыз жөн болар еді. Осы тұрғыда бизнес форумдары, миссиялар, келіссөздер өткізуіміз қажет. Кеңейтілген құрамдағы келіссөздерде сауда-экономикалық, көлік-логистика, гуманитарлық бағыттағы жобалар талқыланды. Сондай-ақ Қазақстан мен Армения елдері арасында тікелей әуе рейстері қайта ашылмақ. Қазіргі таңда тарифтерді субсидиялау мәселесі талқыланып жатыр, деді ұлттық экономика министрі тілшілерге берген сұхбатында. Қазіргі уақытта бір маңызды сұрақ авиа рейс ашуға, бірақ Арменияның аэропортында тарифтер өте жоғары. Қазір бір адамға $65, бір тонна әуе керосин $1248 дейін жетеді. Қымбат, сол себепте біздер қазір соны талқылап жатырмыз. Қалай болашақта болады? Екі елдің сауда айналымы 2020 жылмен салыстырғанда 6 есе өсіп, $82 миллион жеткен. Қазақстан Арменияға $348 миллион тең тауар экспорттауды ұсынған. Біздің елден темекі өнімдерін, трансформаторлар, ферроқорытпалар, металл бұйымдары мен металлопрокат жеткізіледі. Ал олар бізге жеміс-жидек пен көкөністер, сондай-ақ темекі өнімдерін, әлемге кеңінен танымал армян коньягын жеткізеді. Айта кету керек, Пашинянның елімізге сапар аясында Астанада армян әліпбиінің негізін қалаушы Әулие Месроп Маштоц атындағы көше ашылды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Хан ТВ, Астанадан.